Жумакун ақшамы қайырлы олсын, эфирде заман декабрынан 29-ы қырмыжғалынан бен 401 күні студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Ялталы Хизбут Тахрир давасынан 2 мабусы Краснодар СИЗОсында чекіштіріле оларны көпекке талатып көтекле екенлер. Мұны оларының адвокатлары білдіре сөзі Мирусин Кукове Вадим Сирук аққанда кете. Кукунын адвокаты Александр Попков айтқанына көре, бұл мәліматны Кукове Сирук ятқан камерадагы мабус айтқан. Вадим Сирук передал, что Эмира Хусейна вывели из камеры, и он туда не вернулся. А их травили собаками, пинали и обещали потерять на этапе. Поскольку впереди праздники и доступ в СИЗО ограничен для адвокатов, да, и тем более они находятся в дороге, и тем более вывели из транзитной камеры, да, и люди туда не вернулись. Куда они делись, мы не знаем. Мабуслерінен шымды бақ еқыларының адвокатлары СИЗОға кірмеге аққы олған ақ құрчылайжыларға мұражат азырлай. Олар әсе бұл меселеде инжеліклеріні огренмеге шандырғанлар. Писать запросы на ВНК и напишем жалобу в прокуратуру. Если эта информация подтвердится, то мы будем настаивать на привлечении виновных должностных лиц к ответственности. Кукове Сирук кечкен сені февраль айында Хизбут Тахрирге ләқасы олғанада қабатланып яқыланған еді. Олардың бері Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Рифат Алимов и Арсен Джипаров яқыланған еді. Епсіні терроризмде қабатлайлар. Бұл күнлері епсі мабуслеріні Қырымдан Ростов-на-Дону махкемесіне кечірділер. Анда оларының махкеме давасы январының 11-інде бақылмақ керек. Ишғалжылер судақта Қырым татарының қавиханесін еқабуны сайбының қызы Фатма Салиева қабер етті. Оның айтқанына көре оларға 5 шамон машинасы ве бозмақ үшін техника кетірілген сабадан олар бинаны виран етіп башладылар. Судақлы Қырым татар фаалі Ленора Дюльберінің білдіргеніне көре ерлі шер махкемесі қавиханені еқмаға қарар шығарған сайыплеріне шекайет етмеге біле имкан берілмеген. Начали демонтировать, окна, двери разрушают, ломают, я здесь стою, я не знаю, что мне делать. 3 женщины, 4 и 5 машин ОМОН, техника, этих полицейских, милицейских, я не знаю, куча, их не сосчитать. То есть это кошмар. А нас вот 3 женщины, которые стоят. И вот этот беспредел, понимаете, просто словами не передать. Я, естественно, постаралась снять на видео по мере возможности. Основанием для такого решения суда, Судакского городского суда, явилось якобы решение, которое было принято судом еще при Украине о сносе некого временного строения. Но владельцы кафе утверждают, что они это решение исполнили, снесли кафе, и стоящее на сегодняшний день здание, оно было построено уже по новым документам. Есть общая политика, скажем так, местной власти по очищению прибрежной зоны, и как-то так получается, что в эту зону попадают исключительно крымские татары. Асан Чапухны хастаханеде бір қач саат деваманда бақып сағлам деп кенеде СИЗОға қайтарғанлар адвокатлары екімлерінің қарарыны ве мабусының алыны білмек үшін мұражат азырлай. Асан Чапух ноябрінің сонында үш дегер қарымтатарынен берабер яқаланған еді. Оларны түрк ватандашындан пара талап етуде қабатлайлар. Мақсус операция деваманда қарымтатар милли әрекетінің ветераны Веджейкашқа Ярамаев вефат етті. СИЗОда Асан Чапух микроинсультқа ұғырады. Адвокатының білдіргеніне көре, оның сол тарафы чалышмай ве озор лафете. Буду готовить и отправлять адвокатские запросы в СИЗО, то есть в медсанчасть СИЗО, и в больницу с просьбой предоставить мне информацию о результатах обследования моего подзащитного. На самом деле он нездоров, вот именно, и нуждается в помощи более квалифицированной, о чем я неоднократно об этом говорил и руководству СИЗО, и руководству медсанчасти. Қырым марафоны девам еті кечкен авта Қырым бірдемілігі жемат бірлешмесінің фуаллері октябрінің 14-інде бір кішілік наразылықтарға шыққан Қырым татарларға берілген жөремелеріні өдемек үшін пара топламаға башлады. 10 рублелік капеклер топланacak ve icra hizmetine alıp getilecektir.
Русия Кутлеви хабер васталары Украинаве ишғал етілген Қырымнан мемори сыңырында Кутлеви яқалавлар аққында ялан хаберлер тарқата бөлетіп Русия Украинанын биометрик контроль кетішмелерінің қарарына жауап берді. Бұны Украина Девлет сыңыр қызметінің спикер Олег Слободян тариф етті. Екі коневелсі Украина, Русия ату алынындаки сыңыр чизгісі ве ишғал етілген Қырымнан мемори сыңырында биометрик контрольны тест режимінде башлатты. Яңы елдан башлап о толысынен чалыша жақтыр. Русиялер ве да 70 мемлекетінің ватандашлары Украинаға кіргенде пармақ ізлеріні бережек. Ми спостерігаємо велику кількість інформації від російських ЗМІ про нібито порушення кордону і затримання якихось незрозумілих порушників з контрабандою, зі зброєю і так далі, які рухалися з України. Хоча на перевірку вся ця інформація видавалася виключно фейковою і жодного реального підтвердження вона не отримала. Қырым татарларының бірлік ве бірдемлігі 2017 сенесінің ең бойы ғалибесідір. Бөлев Қырны Меджлис рейсі Ведуния Қырымтар Конгрессінің президенті Рифат Чубаров сеслендірді. Это единство и непокорность нашего народа, непокорность чужим. Это сохранение достоинства, и в течение 2017 года крымско-татарский народ не переставал этим удивлять всех, как в Украине, так и далеко за его пределами. Для меня это самое замечательное и заметное событие. Дүния Қырымтар Конгрессінің президент муавиніде елінің эссас вақиясын айтты. Ленур Ислямовның фікірінше Украина президенті Қырым темсілжілігінің семерелі ішле башлағаны 2017 сенесінің зафері ола. Евелсі реберлік Қырым татарларының проблемаларынан оғыр ашмаған еді. Doğru yoldamız. Bu birinciden en yüksek de doğru. Bu 10. статьямның Конституцияның яна ясаны теңештірмесі, то что iş группасы bitirdi işini. Bu bir. İkinciden bu посредством теңештірдік посредствоны, çalışмаған посредствоны яна адамларын алып келдік, Қырым татарларын алып келдік. Уже 4 tane Қырым татарында çalışа inşallah и да çoxlaşacağımız biz anda. Bu ikinci. Üçüncü, bu askerlerimiz şimdi sınırda tura, ofitsial şekilde sınırda tura. Июль айының башында Қырым татарлар Херсонда Попович дефол акциясыны башлатқан еді. Олар Украина президентінің Қырым темсілжісі Олға Наталья Поповичның истифаға шықмасына талап еткен еді. Темсілжілік бинасы оғынде чадырлар құрылған еді. Август айында президент Петро Порошенко Қырым темсілжісі вазифесіне Борис Бабин тайынледі, оның муавині Изет Гданов олды. Эстрлер алмаштыруының невбетеки басамағы яқындыр. Эснас тезже кечіп да муафақетлі олыр. Украина юқары радасының инсан ақлары векелетлесі Валерия Лутковская бұндан емендір. Оның айтқанына көре эстрлеріні азат етежек формаланы кімсе білмей. Лекен бұқынлері эстрлерінің азат етілмесі үшін чоқ іш япылды. О музакерлерде ярдымжы олажақтыр. Формулу ніхто сьогодні не знає, я думаю, що ніхто не скаже. Це питання переговорів. А що стосується того, що це може бути найближчим часом, це дійсно правда. Ми, власне, взагалі проводили таку кількість переговорів, що сьогодні, як би це не звучало, але ми маємо практично, як би це сказати, близькі відносини з усіма переговорниками, в тому числі і з послом Тоні Фрішем, який постійно приймав участь в наших переговорах з боку ОБСЄ. Yılını işlerінен bitirme Киевдегі Аль-Райт Ислам Меденет мерkezінде донор күні тешкіл етілді. Мұнда инсанларға күткен дінлерге бақмадан қан бермеге теклif етілі. Екімлерінің донорларға өлеге берген парасыны мерkezде хайрие оларақ қалдырмаға мүмкін. Коли трапляється біда, вона не питає, хто ти і що ти, звідки. І також, коли потрібна допомога, ми не запитуємо, хто нам, нам не важливо, хто нам дає допомогу. То це ще такий маленький плюсик до списку хороших справ. Бұл саат қазір олған соңки хаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Эфирімізні есе бүгін программасы девам ете дайма. Атырылы олына скорошкенже.